қымбаттады дегенге құлақ үйренгені соншалық, баға өспейді десе сену қиын. Өйткені былтыр және биыл азық-түліктен бастап бәрінің құны күрт шарықтаған. Себебі пандемия. Экспорт, импорт тоқтап, мұнай арзандап, өндіріс шектелген. Дертпен бірге өмір сүру әдетке айналғанда әлемдік экономика қалыпқа келе бастады. Премьердің сөзінше, Қазақстандағы қаржы нарығы сәл де болсын оңалған. Негізгі капиталдық инвестициялар 2,6% өсті, ал тау-кен өндірісін қоспағанда 11,7%. Бұл болашақта экономик тұрақты өсуіне негіз болады. Экономика тұрақты өсім көрсету үшін мұнай бағасы арзандамауы тиіс. Себебі еліміздің әл-ауқаты қара алтынға тікелей тәуелді. Қазір оның бір баррелі 70-75 доллар көлемінде құбылуда. Егер осы қарқын сақталса, Қазақстандағы инфляцияның қазіргі 8,5% көрсеткіші едәуір төмендейді дейді Ұлттық банк төрағасы. Жаңартылған базалық сценарийға сәйкес, мұнай бағасы бір баррель үшін 70 ақш долларына болған кезде инфляция 2022 жылдың соңына таман инфляцияға қарсы мен дем қою шараларының кешенін тиімді іске асыруды ескере отырып 6-6,5% болады. Инфляцияның өскені бағаның қымбаттағаны, ал енді жауаптылар инфляция төмендейді десе, экономика заңы бойынша бәрі арзандауы керек. Алайда сарапшылар азық-түлік арзандап кетпесе де, қымбатшылық биылғыдай болмайды деп жағымды болжам айтты. Тауардың бағасы беталды қымбаттайып кете алмайды, өйткені оған тауарға деген сұранысты қалыптастыратын жаңағы мына сатып алушы тұтынушылардың төлем қабілеті деген ұғым бар. Яғни біздің Қазақстанның қарапайым азаматтарының көбінің төлем қабілеттілігі төмен. Келесі жылы ондай қатты өсім бола қоймайтын шығар деп болжам жасап отырған сол досаевтың себебі халықтың әл-ауқаты оны көтермейді. Десе де сарапшының айтуынша қарама-қайшы фактор да бар. Бюджеттік сала мамандарының жалақысы өссе, инфляция ойламаған жерден өсіп те кетуі ғажап емес. Жалғас Сенолла, Айбат жаңалықтар қызметі.